Нұрсұлтан Назарбаев тұңғыш президент күнін алып тастау, мерекелер күнінен қатарынан алып тастау туралы ұсынысты әлеуметтік даму комитеті берді. Енді біз білеміз ғой, енді сіз қателеспесем, кезінде осы тұңғыш президентке ескерткіш қоюды ұсынғансыз. Бүгін қолдап дауыс бердіңіз бе осы неге? Бүгін ұсыныс тасталды. Бірінші оқылым 11 айдың 25 жұлдызын бізде республика күні ретінде қазір бекітіліп жатыр. Негізгі декларация қабылданған. Енді ол тұңғыш президенттің күні жалпы алғыс айту күнімен қатар жалпы календарда қалатын болса да, біз демалыстар тізімінен, яғни қызыл күндер тізімінен алып тасталды. Сіз осы норманы қолдап дауыс бердіңіз ба? Жалпы жаңа бірінші оқылымда біз баршамыз 98 депутаттың барлығы дауыс берді. Кезіндегі Назарбаевқа ескерткіш қою туралы ұсынысыңыз бүгін ол бүгін дауыс бергеніңізге кері қарай емес деп ойлайсыз ба? Біз қазір жаңа Қазақстанды құрып жатырмыз, сол уақытта жұмыс жасап жатырмыз. Болар іс болды, бояу ісін. Кері қарай емес. Нақты өзіміздің мына әділ Қазақстанды құруға қарай бағыттамыз. Сол бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Яғни кері қарай емес. Әрине кері қарай емес. Сізге Нұрсұлтан деген атау жақын ба, жоқ әлде Астана деген қаланың атауы? Жалпы өздеріңіз білесіздер, 2 жыл бойы енді ресми түрде Нұрсұлтан қаласы ол өзгерді, айтып та жүрдік. Кейде Елорда дейміз, кейде Астана дейміз, кейде Нұрсұлтан дейміз. Бірақ енді қазір жалпы қоғамдағы сұраныс өздеріңіз көріп отырсыздар, ұсыныс берілді, талқылауға түседі, әлде бұл бойынша нақты мәселе. Жеке пікіріңіз Астана. Өзіңіз қалай 2 жыл бойы қандай атаумен атап жүрдіңіз? Мен ресми түрде Нұрсұлтан қаласы деп атап жүрдім. Енді қазір қолдаса, мысалы деп атап жүрдім, Елорда деп атап жүрдім, басқа қала деп атап жүрдім. Сіз ескерткіш қоюға ұсындыңыз, енді бүгін осылай дауыс беріп отырсыз. Мен сізге тағы да айтамын. Сонда ертең басқа ұсыныс жасау, оған да келісе бересіздер ме? Бұл екісіздік емес пе, мысалы? Бір минут. Қаңтарға дейінгі Қазақстан мен қаңтардан кейінгі Қазақстанды салыстыруға келмейді. Қазір біз жолдауда да, басқа бағыттарда да өзіміздің негізгі әділетті Қазақстанды құруға, жаңа Қазақстан құруға бүткіл күш-жігерді жұмылдырып жатырған жағдайымыз бар. Қазіргі биліктен де бөлек билік келуі мүмкін, Мәди мырза. Сол кезде әрине бұл мемлекетшілдік қағиданы қалыптастырады. Яғни біздің елімізде жеке басқа табу емес, мемлекетшілдік жалғыз қағида болуы керек. Біз сол бағытта қарай келе жатырмыз. Жеке басқа табыну деп отырсыз. Жоқ, Мәди мырза. Мемлекетшілік тұрғыдан қарап жатырмыз. Жеке басқа табыну. Билігіндегі Мәди Ахметов, басқа да Қасым-Жомарт Тоқаевтың басқарып отырған кезінде мен бұл жердегі адамға қарсы емес, адамға байланысты емес. Мен сізге айтып тұрмын. Мен сізге тағы да бір рет айтайын. Бұл жерде адамға қарсы емес, бұл жерде мемлекетшілік тұрғыдан қарап отырмыз. Яғни алдағы перспективада мемлекетіміздің дұрыс қалыптасу тұрғысынан. Рахмет.